мен Тұрмағанбет Нұржігіт және ғылыми жобалардан Вай! Қоп кеттім. Шаям оны. Қойда шаям. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі Media Life жобасында мен Тұрмағанбет Нұржігіт және облыстық, аудандық, республикалық ғылыми жобалардан және пәндік олимпиадалардан оқушылардың жетістікке жеткізген Назым апай. Рахмет Нұржігіт, бүгінгі подкастқа шақырғаныңа. Апай, бүгінгі подкасттың негізгі тақырыбы IT медианың мектептегі рөлі. Алдымен IT медиа деген өзіңіз үшін жалпы не деп ойлайсыз? Жалпы IT медиа деген сол ақпараттық технология мен жаңағы ақпараттық құралдардың біріккен саласы деп ойлаймын. Яғни қазіргі таңда технологияны цифрлық түрде жеткізу, ақпаратты цифрлық түрде жеткізе білу деп ойлаймын. Мектепте IT медианы қолдану не үшін маңызды деп ойлайсыз? IT медианы қолдану жалпы оқушыларға болса да, мұғалімдерге болса да ақпараттық технология заманы ғой қазір. Ақпарат технологиямен жеткізу өте тиімді. Өйткені оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы артады, ынтасы, сабақта іші пыспайды. Көптеген технологиялар бар, сабақта әртүрлі қырынан түсіндіруге болады. Жалпы мектебіміз технологиямен жабдықталған ғой биыл. Сондықтан ешқандай қиындықтар келтірілмейді. Технологиямен жұмыс жасаған өте қызық, оқушыға да, мұғалімге де сабақ айры қызық. Бізге де негізі компьютерлер арқылы, болмаса басқа да жасанды интеллект арқылы бізге сабақ өткен негізі өте қызығырақ. Бұрынғы тақта арқылы, бор арқылы түсіндірген негізі біздің ішіміз пыстырып жүреді. Одан да жаңа компьютермен жасанды интеллект арқылы сабақ өтілген әлдеқайда қызығырақ. Өзіңіз сабақта цифрлық құралдарды жиі қолданасыз? Қазір көбінесе физика пәні өте қиын пән, абстрактілі пән болғандықтан оқушыларға теория мен практиканы ұштастыру қиын. Бір оқушылар теорияға жақсы болуы мүмкін, бір оқушылар жаңа есеп шығарғанды жақсы көруі мүмкін, немесе бір сыныпта 2-3 оқушы ғана физикаға қызығуы мүмкін. Сондықтан сол қызығушылықтарын барлық оқушыны қамту үшін, яғни қызығушылықтарын арттыру үшін мен ақпараттық технологияны қолданған тиімді деп ойлаймын. Өйткені қазір презентацияның өзін әртүрлі бағытта жасанды интеллектпен болсын әртүрлі бағытта жасап, немесе кәдімгі жай ғана берілген есепті видеомен түсіндіріп, немесе сабақта әртүрлі видеолармен, әртүрлі әдістермен, әртүрлі ақпараттармен түсіндіру оқушы үшін де, мұғалім үшін де тиімді. Қазір күнделікті сабақта әртүрлі технологиялар қолданамын. Негізі біз үшін бұрында 8-9 кластарда осы тақталар жоқ кезде біздің класста тек 3-4 оқушы, оның өзі 2-3 қыз қалған, бірақ ол ғана түсініп деген. Қазір осы 10-шы класста бізде тақталар пайда болғасын, кластың 70-80% полный физикаға қызығатын болған. IT медианы қолданатын кезде апай сізде қандай қиындықтар болады мектепте? Ақпарат технологияда бірінші қазір жастардың барлығы ақпарат технология меңгерген ғой. Бірақ жаңағы үлкен кісілерге, мектептің үлкен буынды кісілеріне осы ақпарат технология жайлы курстарға жіберіп отырса, ешқандай қиындық туындамайды деп ойлаймын. Себебі мектебіміз жалпы ақпарат технологиямен қамтылған, жалпы технология барлығы бар бізде. Тек қана жетістік көрсетуіміз керек, тек қана ақпарат технологиямен сабақ көрсетуіміз керек, жақсы жақтарын көрсетуіміз керек. Алдағы уақытта мектепте IT медианың қалай дамиды деп ойлайсыз мектепте? Ақпараттық технология қазір оқушылардың барлығы ақпарат технологияны меңгеру керек деп ойлаймын. Оқушымен қоса мұғалім де бірге қазір цифрлы дамыған заман ғой, цифрлық сауаттылық дамыған және жасанды интеллект дамыған заман болғандықтан қазір ешқандай қиындық келтірмеу керек деп ойлаймын. Бірақ тек қана бір айтарым, ақпарат технологияны пайдаланудың да өзінің ережесі болу керек, шектеу болу керек. Шектеу болмаса ол, яғни бұрынғы дәстүрлі сабақ пен қазіргі сабақты байланыстырып, ақпарат технологияны қолданған тиімді, бірақ қауіпсіздік, медиа қауіпсіздігін сақтаса, және оқушылар шектеп пайдаланса, әрі тиімді болады деп ойлаймын. Бізде негізі оқушылар көп қандай сабақ уақытында компьютер бар, информатика сабақтарында компьютермен басқа ойындар ойнап, сөйтіп отыратын оқушылар қазір мектепте кетіп кеткен негізі.
Соларға кеңес айтасыз ғой? Әрине шектеу болу керек, және жаңағы ақпарат технологияны қолданған кезде міндетті түрде данные енгізіледі ғой, сол адам туралы. Сол кезде абай болу керек деп ойлаймын. Кез келген жерге өзі жайлы ақпаратты бермеуге тырысу керек. Оқушыларға яғни бізге қандай кеңес берер едіңіз? IT медиа желі. Ақпараттық технологияны жақсы меңгеру керек деп ойлаймын. Қазіргі кезде ақпараттық технология цифрлық дамыған заман болғандықтан оқушылар ешқандай қиындық келтірмеу керек. Барлық жағынан дамыған, және қазір біз сол технологияны қолдануымыз керек қой басқа мемлекеттерге қарағанда. Енді Қазақстан енді ғана дамып келе жатқан мемлекет болғандықтан жастар мықты болу керек деп ойлаймын. Ақпараттық жастарымыз неғұрлым көп нәрсе үйренуге тырысу керек қой. IT жағынан болсын, басқа жағынан да болсын, болашақтың негізі біздің қолымызда ғой. Рахмет апай, осы подкастымызға келгеніңізге.